Сәлем достар. Бүгін біз YouTube каналымызға плавленый сыр жасап салатын боламыз. Ұнап жатса міндетті түрде лайк, комментарий басып, подписаться кнопкасын басуға ұмытпаңыздар. Ал маған ол үшін ең алдымен 500 грамм творог қажет. Міне. Оны мен 500 грамм творогты мына измельчительге езіп аламын. Егер сіздерде измельчитель болмаған жағдайда блендермен можно. Тап блендерде жоқ болса, онда қолмен езуге болады. Міне 500 грамм творог салып аламыз. Енді бұның үстіне біз саламыз 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық нан сода. Бізде мынада 2 жұмыртқа салам. Міне 2 жұмыртқа бізде ауылда жерде тұратындықтан біздің жұмыртқаларымыз домашний, сондықтан іші сап-сары болады. Плавленый сырымыз сап-сары болып шығады. Bir шай қасық нан сода, 1 шай қасық тұз. Осыны әбден измельчительде езіп аламыз міне. Осылайша бір келкі массаға айналды. Енді осыны баняда әбден ертіп қайнатамыз. 500 грамм творог, 2 жұмыртқа, 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка нан содаға міне 100 грамм маргарин салып тұрмын. Негізі алдыңғы пісіргенімде мен сармай салған болатынмын. Енді бүгінше мен сармайдың барлығын морозилке қатқандықтан 100 грамм маргарин салып тұрмын. Міне қыздар, баняға қойдық. Асты жайлап қайнап жатыр. Жайлап бұлғап тұру керек осылай оны. Мына массамыздың бәрі еру керек ішінде. Әбден сұйылу керек общем. Әдемі еріп жатыр міне. Творогымыз әбден еріді. Ішінде енді кішкене қатты болып жатқан майымыз еріп жатыр. Сәл бір 5-10 минуттан кейін ана іртіктердің бәрі езіліп дайын болады. Міне іртіктерінің бәрі кетті. Осындай бір келкі сұп-сұйық масса болды. Енді бұны көп қайната берсек сыр болып шығады. Егер осы жерден тоқтатсақ, плавленый сыр болады. Плавленый сыр білесіздер, сұйықтау, нанға жағып жейтін сыр түрі. Міне плавленый сырды, енді менің бүгінгі беріп жатқан рецептім плавленый сыр болғандықтан, осыны қазір ыдыстарға құйып алып мұздатамыз. Осылай контейнерлерге құйып алайық. Сосын әбден мұздатамыз.